Рамазан айларыңыз құтты болсын. Алла тағала келесі жылда аман есен осы Рамазан айында қауыштыруға нәсіп қылсын. Енді бұл Рамазанның фарыз етілуі Құдай тағала Құран-ы Кәрімде Бақара сүресінде айтқан. Енді бұның фарыз болу себебі неде? Егер пайғамбарымыз уассалату вассаламның хадисіне жүгінетін болсақ, пайғамбарымыздың сүйікті сахабасының бірі және немере бауыры Анастан хадис риуаят етілген. Оған Анас разиаллаху тағала анху қала байнама Расулуллахи саллаллаху алейхи ва алихи ва саллам джалису ма асхабихи иза атаху аграбию ва нафара минал яхуд فسأل مسائل منه قال لما فرض الله عليك وعلى أمتك صوم 30 يوما. Анас разиаллаху тағала Алла тағала ол кісіден риза болсын, пайғамбарымыз дейді бірде сахабалармен бірге отыр еді дейді. Ол кісінің қасына бір көшпенді бәдәуи арабпенен бір яхуди келді дейді. Пайғамбарымыз уассалату вассаламнан мына мәселені сұрады дейді. Олар айтты дейді: не үшін саған сенің үмметіңе Рамазан айында 30 күн ораза тұту фарыз етілді дейді. Қола алейхиссалам пайғамбарымыз уассалату вассалам айтты: лианна абаана акала мин тилкал шажаратл манхия фахраджа илля дуния. Себебі атамыз Адам алейхиссалам Алла тағала тыйым салған ағаштың жемісінен жеді, сол себептен дүниеге келді дейді. Бахият тилкал укулату фи батнихи шахра. Енді сол жемістің ағашы атамыздың асқазанында 30 күн, бір ай мөлшерінде қалды дейді. Фандабаталлаху, Алла тағала осы себептен зурията хазихил уммати бисауми залика адади мин ал-айям. Адам алейхиссаламның зуриятынан, балаларынан, ұрпағынан осы үмметті сол күннің мөлшерінде оразаменен сынаққа алды дейді пайғамбарымыз. Фақола лаху саддақта я Мұхаммад. Ол екеуі айтты: я Мұхаммед, сен дұрыс айттың дейді. Енді осы хадиске қарағанда адам баласы осы Рамазан айында бүкіл жамандықтан тазарады. Себебі атамыз Адам алейхиссалам мен Хауа анамызды жәннатқа қойған кезде Алла тағала оларды сынақ қалды. Бірақ жаңағы бидай ағашын көрсетіп, бұл ағаштан жемеңдер, егер жейтін болсаңдар залымдардың қатарынан боласыңдар деді. Міне шайтан сол жерде азғырып жаңағы жеміс ағашынан жеді. Енді Құран-ы Кәрімде Алла тағала бұны әдейі жасаған жоқ, ұмытып жеп қойды дейді. Бірақ сол ұмытса да сол жаңағы айтылған әмірді бұзды, Алланың бұйрығын бұзды, содан күнәлі болды. Сол себептен жаңағы жәннаттан қуылып жерге түсті. Енді атамыз Адам алейхиссаламның анамыз Хауанадан тараған бүкіл адам балаларының ұрпақтары осы жер бетінде белгілі бір мөлшерде, әрқайсының өзінің ғұмырының мөлшерінде Алла тағаланың сынағын осы майданда, осы сынақ алаңында өтейді. Міне сол себептен Алла тағала адам балаларының ұрпақтарына осы бір айдың ішінде мүмкіндік береді, бүкіл жамандықтарынан тазарып, жүректерін тазалап, рухтарын тазалап, ертең Құдайға келген кезде жаңағы жүздері қызыл, тілі ұзын болып, ұялмайтындай болып келсін деп жағдай жасап отыр. Осы бір айдың мөлшерінде бүкіл жамандықтан тазарып шығуға адам баласында мүмкіндік бар. Алла тағала өте құлсүйгіш, өте мейірімді. Сондықтан адам балаларының жаратылыс мақсатында бүкіл періштелерге мен жердегі өзімнің орынбасарымды, жерде мен өзімнің халифаларымды жаратам деді. Міне осындай ұлық мақсатқа жаратылған адам балаларына Алла тағала үлкен сынақ қойып, оған нәпсі деген, нәпсіге жәрдемші қылып шайтан деген субъектілерді қойып, енді осылардың күресінің нәтижесінде адам баласының рухани интеллектуалдық дәрежесінің көтерілуі, сондалықты мықты болу үшін осы майданға біздерді осындай үлкен күш қуатпенен бетпе бет қойған. Міне сол себептен
Енді Алла тағала адам баласының осы сынақтан аман өтуіне жағдай жасап, біздерге көптеген нәрселерді фарыз қылып отыр, міндеттеп отыр. Сол міндетті орындаған кезде адам баласы жаңағы жоғарғы рухани интеллектуалдық дәрежеге көтеріледі. Егер біз намаз оқитын болсақ, ол Құдайға сүйкімді. Егер біз Құдайды зікір қылатын болсақ, ол Құдайға сүйкімді. Егер біз қоршаған айналаға Құдайдың жаңағы қоршап тұрған біздерге жасап қойған табиғатына, оның мына көрмесіне назар салып, одан ой жүгіртіп, одан фікір алып ғибраттануымызды, ол да Құдайға сүйкімді. Егер біз Рамазан айында ораза тұтатын болсақ, ол да Құдайға сүйкімді. Міне осы ғибадаттарды орындаудың нәтижесінде адам баласының рухани интеллектуалдық дәрежесі көтеріледі, және осы ғибадатты орындау арқылы Алла тағалаға құл бола алады. Біз айттық, Алла тағала өте мейірімді, құл сүйгіш деп, бізге дейінгі болған бүкіл пайғамбарлардың үмметіне де осындай ораза ұстауды фарыз еткен. Бірақ біздің пайғамбардың үмметі менен бұрынғы өткен пайғамбарлардың үмметінің арасында ораза ұстауында көптеген өзгешеліктер бар. Мәселенген бұрынғы пайғамбарлардың үмметтері ораза ұстаған кезде ол ғана тек қана тамақтан емес, және сөзден де тыйылатын еді. Және біздің пайғамбарымыздың үмметіне сахар уақытында сәресі ішуге рұқсат етеді. Ал бұрынғы пайғамбарлардың үмметтерінде сәресі ішу жоқ еді. Міне сол пайғамбарымыз уассалам Алла тағаланың алдында құрметті пайғамбар болғандықтан, оның жаңағы дәрежесі Алла тағаланың алдында ұлық болғандықтан, сол кісінің құрметіне, ол кісінің үмметіне көптеген жеңілдіктер жасалды. Сол жеңілдіктердің нәтижесінде жаңағы пайғамбарымыз уассаламның да үмметі Алла тағаланың алдында басқа үммет пайғамбарлардың үмметіне қарағанда қадірлі болып отыр. Рахмет. Енді мынандай бір әңгімеге ауыссақ, бас жоғары жаралған мойын төмен, қарашы дене біткен ретіменен дейді ғой. Істің басы ретін танымақтық, имам білмес намазды, имам білмес тағатты қабыл демен деп. Енді бұл тұрғыда мына жаңа жақсы еске салып кеттіңіз, Адам алейхиссаламның жаңағы оқиғасын, оразаның тарихына қатысты әңгімелерді. Енді кейбір пайғамбарымыздың хадисінде де келтіріледі, кейбір сондай адамдар болады, оразадан тапқан бар пайдасы сол асқазанын шұрылдатып аш қатқаннан басқа түк пайда таппайды, оқыған намазынан құр түндерді ұйқысыз өткізгеннен басқа ешқандай пайда таппайды деп. Жалпы осы захири сыртқы ғибадат қай уақытта орнына келетіні туралы, осы туралы сөз қозғасаңыз. Шындығында адам баласы екі денеден тұрады. Бір рухани дене, оны рух дейміз. Жан мен ақыл мен өзім, тән менікі, менікінің мағынасы екі. Мен өлуге тағдыр жоқ әуел баста, менікі өлсе өлсін, оған бекі дейді. Әл-Мисақта біздің рухымыз Алла тағалаға уәде қылып, оның құдайлығын мойындаған. Енді жер бетіне келгеннен кейін адам баласының сынағын күшті болу үшін, оның рухани интеллектуалдық дәрежесі өте жоғары болу үшін Алла тағала біздерге нәпсі деген және шайтан деген екі затты қосып берді. Осы заттардың күрестің, осы күш қуаттардың күресінің нәтижесінде адам баласының рухани интеллектуалдық дәрежесі өседі. Сол себептен Алла тағала мына Рамазан айында нәпсіменен күресу үшін біздерді ораза ұстаңдар деп міндеттеп отыр. Енді халқымызда, дана халқымызда ата сөз бар: ауру астан, дау қарындастан дейді. Шындығында ас ол нәпсіні күшейтеді. Сосын кейін, ал енді рух деген бұл Құдайдың нұрынан болған, асыл тамшыдан болған зат. Сондықтан шын тазажан тазалықпен Тәңірісіне жетпек ол дейді. Бізді Құдайға жеткеретін сол рух. Ал енді рух пенен нәпсі екеуі бетпе-бет қатар біздің денемізден орын алғаннан кейін, енді осы екеуінің қайшын күшейтуіміз керек. Адам баласына осы екеуін ажырататын ақыл бергеннен кейін, Алла тағала біздерді осы екі қуатпенен бетпе-бет осы алаңға, сахна, сынақ алаңына шығарып отыр. Міне енді жаңа айттық, нәпсінің асқазаны бар. Ол нәпсінің асқазанын жаңағы аш ұстайтын болсақ, нәпсінің беті қайтады. Себебі Алла тағала нәпсіні жердің жаман сықындысынан жаратқан.
Сосын кейін алдына қойып, сен кімсің, мен кіммін дегенде, сен сенсің, мен менмін деп Құдайға жауап берген. Одан кейін оны Алла тағала 100 жыл дозаққа қояды. 100 жылдан кейін түтінін бұрқыратып алдын алып келгенде, сен кімсің, мен кіммін дегенде, сен сенсің, мен менмін деп жауап берген. Содан кейін барып, оны 100 жыл аштыққа қояды. 100 жылдан кейін әбден ашығып, сүмірейіп алдына алып келеді, сүмірейтіп. Сонда тұрып, сен кімсің, мен кіммін дегенде, сен менің жаратушы егемсің, мен сенің құлыңмын деп мойындаған. Міне сол себептен сол нәпсі бізде бар, сол нәпсіні жеңу үшін әлбетте оны аш сақтаймыз. Енді кейбір уақытта кейбір ораза ұстаған адамдар сахар уақытында жаңа аузын ашқан кезде сахар уақытында бір күн ораза ұстап, 3 күннің тамағын ішіп алатын жағдайлар да бар. Ондай оразаның ешқандай пайдасы болмайды. Себебі ұлық әулиелер айтады, адам тамақты дейді, аштығын басу үшін ғана жеу керек. Одан бір ләззат алайын, ләпсәли ләззат алайын деп жемеу керек деген. Міне сол кезде оразаның пайдасы болады. Бірден, екіншіден жалпы ол бүкіл нәпсінің жаман мінез құлықтарынан адам тыйылу керек. Міне сол кезде жалғыз ғана мәселен ас емес, оның бүкіл қажеттіктерінен тыйылатын болса, міне сол кезде нәпсі жаңағы тыйылады. Егер мысалы үшін тамақтан тыйылып, ұйқыдан тыйылмаса, онда оразаның не қажеті бар? Егер мысалы үшін кешке дейін аш темекіден, арақтан тыйылып, ауыз ашқаннан кейін темекіні, арақты ішіп темекіні тартатын болса, ол оразаның не мақсаты болады? Міне сондықтан бұл ораза адам баласында болатын бүкіл нәпсінің жаман қасиеттерінен арылу керек. Енді керісінше енді біздің рухымыз бар, ол рухтың да асқазаны бар. Асылы нұр болғаннан кейін оның жейтін тамақтары барлығы нұр. Ол не? Ол зікір. Ол не? Ол Құдайдың көрмесіне қарап, ой жүгіртіп, одан ғибрат алып, Құдайдың шеберлігін, сұлулығын, оның күшін, құдіретін тану. Ол не? Намаз, ораза, хайыр, ихсан бір-бірімізге жасайтын. Бұның бәрі рухтың азығы. Енді керісінше Рамазан айында бұған шек қойылмайды. Күндіз түні осы ғибадаттарды жасаса болады. Дана халқымызда бір ата сөз бар, ас егесімен тәтті дейді. Бұл дүние, бұл ғибадаттар егесіменен көркем, егесімен ләззатты. Егер Құдайсыз ұстаған оразамыз, ол ашаршылықпен тең. Құдайсыз оқыған намазымыз, бұл дене шынықтырумен тең. Біз Құдайсыз істеген қажылығымыз, бұл саяхатқа тең. Біз Құдайсыз оқыған намазымыз, жаңағы айттық, дене шынықтырумен тең. Ал Құдайсыз бір-бірімізге жасаған жақсылығымыз, бұл жарнамамен тең болады. Сондықтан бұл ғибадаттардан ләззат алу үшін міндетті түрде оның әмір қылған, біздерді бүкіл дүниені, 18 мың ғаламды жаратқан егемізді танып, оның бізге арнаған махаббатына, сүйіспеншілігіне махаббатпенен жауап беруіміз керек. Абай атамыз айтады ғой, махаббатпен жаратқан адамзатты сен де сүй, ол Алланы жәннен тәтті. Адамзаттың бәрін сүй, бауырым деп, және осы хақ жолы әділетті дейді. Осы үш сүйі болады, иманы гүл дейді. Міне бұл иманды білмеген адамның ғибадаты не болса, о болады. Біз қазір көріп отырмыз ғой, ғибадат жасап жүргендердің, мұсылман атын дауалап жүргендердің аузынан ақ ет кіріп, көк ит шығып атқан, олардан түрлі қиянат шығып атқан, олардан қан төгістің болып, бүкіл әлемді діннен бездіріп отқан біз қазір көзімізбенен көріп отырмыз. Бұл күндегі діндердің бәрін ашар, ешбірі түзу емес, көңіл ашар. Өңкей алдау жалғанды дінім дейді, тексерсең ойың тұрмақ жаның сасар. Әлемдегі діндердің түп мақсаты үш нәрседен бұлжытпай құшақтасар. Құдай бір, ұждан дұрыс, қиямет үшін ешбір діннің мақсаты жоқ бұдан асар. Құран, Инжіл бар айтып тұрса дағы, адасып ардан күсіп қара басар. Сөйтіп бұзып бүлдіріп есіл дінді, дін десе білімділер тұра қашар дейді. Діннің негізгі мақсаты адам баласы өзінің өмірін, рухын шайтан мен нәпсінің қолынан, қамырдан қыл тартқандай ұрлап, Құдайменен бетпе-бет болып, Құдайына махаббат қылу. Бұл діннің негізгі мақсаты.
Адам баласында екі туыс бар, бірі туысы ананың құрсағынан, екінші туыс нәпсі мен шайтанның құрсағынан. Міне сол кезде біз мақсатқа жетеміз. Сол кезде ғибадаттардан пайда болады. Сол кезде әрбір істеген ғибадаттан адам рухани ләззат алып, Алла тағалаға мәселенки шынайы махаббатын көрсетіп, арыз мұңын шағып, сахарда тұрып, тәңіріменен сырласады. Бұл пайғамбарлардың жолы, бұл әулиелердің жолы. Бұл шын мұсылман боламын деген адамның жолы. Жақсы, көп үлкен рахмет. Енді Алла тағала осы ораза нығметін бізге сыйлай отырып, осындай қасиетті, қадірлі айды бізге нәсіп ете отырып, біздің сол шайтан менен нәпсінің жаңағы сонымен күрес жүргізуге көп мүмкіндік, жеңілдіктер жасайды деп түсінсек керек. Енді мынандай бір хадисі бар екен, мүбәрәк пайғамбарымыздың осы айда қандай адам жақсылық істейтін болса, Рамазаннан өзге айлардағы істеген парыз амалмен тең болады. Осы айдағы әрбір жасалған парыз амалы бұл басқа айлардағы 70 мәрте парыз амалын жасағанменен сауабы бірдей болады деп, және осы түнгі тараух намазын рухани тұрғыдан да, материалдық тұрғыдан, дүнияви тұрғыдан да өте үлкен пайда етіп мен жібердім деп, осындай сыйлық еттім деп, нығметпенен сыйладым деп айтқан екен. Енді осы Рамазан айындағы 20 рәкат орындалатын тараух намазы бұл пайғамбарымыздан қалған сүннет амал деп түсінуіміз керек. Осының пайдасы туралы бірер ауыз айтып кетсеңіз. Енді бұл тараух намазының өте сауабы артықша. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сүйікті сахабасының бірі Османнан мынандай бір хадис бар. Уана Осман разиаллаху тағала анху қала нәби саллаллаху алейхи уассалам. Ол кісі айтады, пайғамбарымыз вассалам айтты дейді. Ман салла 20 ракағата минат тарауих вахия суннату муаккадатан фалаху сабағату нима. Бір адам дейді 20 ракағат тараух намазын оқитын болса дейді, бұл тараух намазы пайғамбарымыз вассаламнан бекітілген намаз дейді, ол адамға 7 түрлі неғмат береді дейді. Ауалуха юхфазу жасадуху мин кулли бала. Енді дейді, ол адамның біріншісі, сол 7 неғматтың біріншісі дейді, ол адамның денесін бүкіл бәлелерден Алла тағала қорғайды дейді. Ва хуал барсу вал жузаму вал жунуну вал важу вал нуқрасу вастудау ва хуал кабад. Бұл не дейді? Бұл бәлелер не? Бұл алапес ауруы, рак ауруы, жынданып ауруы. Бұл мәселен жаңағы семіріп ауруы. Бұл мәселен ки бас ауруы. Бұл дейді, бастың сақинасы болады. Басқа да түрлі аурулар бар. Және ва хуал кабад дейді, бұл бауыр ауруларын дейді. Вассани тахфазуху малайкату миятани самануна фи кулли сағатин. 280 періште оны әр сағатта қорғап қоршап жүреді дейді. Вассалису юассиу рызқуху. Үшіншісі, Алла тағаланың оның рызығын кеңітеді дейді. Варрабиу яхуина алейхи сакратул маут. Өлім халында Алланың жанын қинамай, жанын сондай бір оңайлықпен береді дейді. Жан тапсыру жеңіл болады. Жан тапсыру жеңіл болады. Вахамису юхрижу миннад дуния яқулу ла илаха иллаллах Мухаммад Расулуллах. Ол адам дүниеден шыққан кезде ла илаха иллаллах Мухаммад Расулуллах кәлимасын айтады дейді. Бұл шартты нәрсе. Адам баласы жанын осы кәлимамен айтып кететін болса, сол кезде ол Құдайдың мейірім шапағатына жаңағы қауышады. Құдайдың дидарына қауышады. Шындығында бұл өлім адам баласының кім екенін ажыратады. Өлім адам баласын сараптайды. Шындығында біз сыртымыздан жақсы мұсылман болып көрінуіміз мүмкін. Ал өлім халы сонда адамның бет бейнесін ашықтап тастайды. Шындығында бір керемет сондай бір жағдайға түскен кезде, ауыр қиыншылық жағдайға түскенде Алла ауызға түспей қалады. Міне сол себептен Алла тағала біздерге тағы да мейірім шапағат қылып, өзін көп мөлшерсіз зікір етуін талап етеді. Неге? Ол да бізге Құдайдың жаны ашып мейірім шапағат қылғаны, Құдайдың құл сүйгіштігінің бір белгісі. Себебі адам баласы қандай нәрсені көп айтатын болса, сол сөзбенен жанын береді.
Ал енді жаңағы тараух намазын өзіңіз білесіз, қазір 1 сағаттың мөлшерінде оқылады. Осы кезде сол тараух намазының үстінде хатым Құранда оқылады. Міне сол кезде қаншама адам ләззат алып қалуына мүмкіндігі бар. Алла тағаланы зікір қылып, көзіне жас алып, бір сағынышын, мұңын Аллаға айтуға осы арада мүмкіндігі бар. Міне осының барлығын пайдаланып, өзінің рухани пайдасына шешетін болса, онда Рамазан айы босқа өтпеген болады. Міне, енді وَالسَّادِسُ لَا يُعَذِّبُ اللَّهُ فِي قَبْرِ إِلَّا يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي وَقْتِ السَّوَالِ дейді. Алла тағала қияметке дейін оған қабір ғазабын бермейді, және сауалдың уақытына дейін ол қабірінде демалып, тыныштықпенен жатады дейді. وَالسَّابِعُ يُدْخِلُ فِي الْجَنَّةِ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Ол адам дейді жәннатқа хисапсыз кіреді дейді. Міне осындай 30 күннің ішінде осындай пайданы шешіп алуға береді. Жауабыңызға рахмет. Осы тараух намаз туралы айтып отырған кезде өзіңіз де айтып кеттіңіз. Осы тараух намазының арасында айтылатын тасбих бір адамға ерекше бір жан дүниесін нұрға бөлейтін, жыл 12 ай бойы ойыңнан құлағыңнан кетпей тұрып алатын, бір жүрегіңді сондай бір ләззатқа бөлейтін ғажап бір әуезі бар, әуені бар. Өзінің маңызы жөнінен де, тарихы да сондай адамды тебірентерлік бір ғажап хикаясы Ибраим алейхиссаламға қатысты. Осы туралы сіз бізге былтырғы бір сұхбат көрермендерімізге бір айтып берген едіңіз, және соны бір еске салып өтсек, біз енді осы ауызашар бағдарламасының оразаның айы басталғаннан бері әр хабарында көрермендердің құлағы қаныға берсін деп осы тасбихты назарына көрермендердің ұсынып келдік. Осыны және бір тағы тыңдап назарларына көрермендердің ұсынсақ, және содан кейін сіз осы тасбихтың маңызы туралы, тарихы туралы қысқаша бізге айтып берсеңіз. Субхана зил мульки вал малакут, Субхана зил иззати вал азамати вал кудрати вал кибрияи вал джабарут, Субхана аль малики аль хайи Ғажап бір сыр әлемнің бір ерекше бір тамшысы секілді сондай сұлу ғажап енді әуез. Енді осы тасбих қай уақытта пайда болған, осының бір ғажап хикаясы бар, осыны айтып берсеңіз. Енді Алла деген зат өте ұлылық. Оның мейірім шапағатында ешқандай шек жоқ. Адам таң қалатын, адамның ақылы жетпейтін сондай мейірім шапағаттың егесі. Енді біздің мына планетамыз, күн системасындағы 9 планета осы құс жолында бір кішкентай ғана көзге көрінбейтін атомдай. Ал енді сол ядросы күн, оның маңында жаңа 9 планета орбитаменен қозғалып жүгіріп жүр, электрон сияқты. Сол электронның үстінде 6-7 миллиард протон нейтрондар өмір сүреді. Ал енді бұл Құдайдың мұндай миллиард әлемдері бар. Бірақ сол құл сүйгіш Құдайдың таң қалатыны сол өзінің жаратқан құлыменен дос болып, оны сүйетіндігінде. Мәселен кейін Ибрахим Халилулла, мені халилім, сүйіктім, досым дейді. Осыған періштелер таң қалып, оны қалай сен халил деп айтасың, я араби деп таң қалады. Міне сол кезде жаңағы періштелерді жіберіп жерге, түсіңдерді жаңағы біз тыңдаған тасбихты айт дейді. Содан жаңағы періштелер Субхан азил мулки вал малакут, Субхан азил иззати вал азамати вал кудрати вал кибрияи вал джабарут деп келе жатады. Осып айтып, Алланы зікір қылып, әндетіп бір қош дауыспенен, бір сондай әдемі дауыспенен айтып келе жатқан кезде Ибрахим Халилуллаға жолығылды. Ибрахим Халилулла
аман саулықтан кейін сіздер жаңағыны айтыңыздаршы дейді. Содан Субхан азил мүлки вәл мәләкут деген кезде Ибрахим Халилулла талып қалады. Талып қалады да есін жинайды. Енді ол кісі өте бай болған пайғамбарлардың ішінде. Сосын кейін малымның есін жинап, малымның 4-тен 1-ін берем. Тағы да айтыңыздаршы дейді. Субхан азил айззати вәл азамати вәл құдырати вәл кибрияи вәл джабарут деген кезде ол кісі тағы да талып қалады. Талып қалады да біраздан кейін есін жиып, малымның жартысын берем. Тағы да айтыңыздаршы дейді. Субхан әл-мәликил хайилләзи ла янам ва ла ямут деген кезде бұл кісі талып қалады тағы да. Содан кейін біраздан кейін есін жиып, малымды түгел берем. Тағы айтыңыздар. Суббухун қуддусун Раббуна ва Раббул мәләикати ва рух дегеніңіз ла илаха иллалла настағфираллаға Ибрахим Халилулланың өзі қосылып айтып кетеді. Енді бұл Алла Тағаланың сифаты. Міне осыны зікір қылып, жаңағы адам балалары жаңағы тараух намазында осындай бір ләззатты алады. Шындығында Алла Тағаланың бүкіл сифаттары осы жаңағы қысқа ғана тасбихтың ішінде айтылады. Адам баласына өте жаңағы жүрегіне қатты әсері бар, рухани ләззаты бар. Енді бұл талып қалу, мәселенке Қожа Ахмет Яссауи рахматулла бабамыздың Миратул Құлуб деген кітабында айтады. Жазиби, сосын сүннет және уәжіп дейді. Егер бір адам мәселенке дүние мақсатында осындай талатын болса, бұл бидағат болады. Ал енді тасбих зікірге талып қалатын болса, бұл сүннет болады. Ал енді бір адам ұстазының жүзін көргенде, оның дыбысын сөзін естігенде талып қалатын болса, бұл уәжіп болады. Себебі ол рухани ұстаздың сөзі, Құдайдың сөзі. Валлахи ол Құдайдың сөзі. Құдайдың илхамынан басқа олар артық сөз болмайды. Оған менің иманым бар. Және олардың жүзінде Алланың нұры болады. Сол себептен жаңа шәкірт соған шыдай алмай Ибрахим Халилулла сияқты. Ибрахим Халилулланы бір талма ауру бар, ауру адам деп ойлап қалуы мүмкін. Құдай сақтасын, ол кісі ондай емес. Ол кісі Құдайға ғашық болған. Құдайдың әрбір жаңағы сипатының сәулесіне мас болып, сол ышық махаббаттың әсерінен ол кісі талып қалды. Бұл кісі таухидтың, тарихта таухидтың негізін салушы, Құдайдың бір сүйікті досы деп танылады. Енді біздің жаңағы сұрақнамамызда бар ғой, кімнің жаңағы миллет дегенде Ибрахим Халилулланың миллетінен. Демек, Ибрахим Халилулланың миллетінен болған адам өзін Құдайға жалғыз қойып, Құдайға ғашықтықты өзіне үлгі етіп, өзінің қанына, жүрегіне сіңіру керек. Міне сол кезде ол Ибрахимның миллетінен болады. Ой, рахмет. Енді сорласық сағынса да, сарғайса да, жартайып жақсы сөзден жаңылса да, шыдайды риза болып жарысыне, қорлық пен мазағына табылса да деп, бұл біздің жалпы барлық даламыздан өткен күллі әулиелердің, ғұламалардың бәрінің ұстанған жолы барлық осы бір мектеп. Енді қай бір құлымды мен жақсы көретін болсам дейді Алла Тағала, бүкіл аспан жердің періштелеріне жариялаймын, мен бәлен деген құлымды жақсы көрдім, сүйдім, сендер де оны жақсы көріңдер деп. Жаңағы аспан мен жердегі барлық жаратылыс, тауда, тас, өзенде, айда, күнде бәрі сол Ибрахим Халилулла сияқты Құдайдың сүйікті достарын жақсы көрген деп енді айтылады. Енді осы жалпы осы құлшылық атаулының бәрінің түпкі арғы мақсаты, сыры, барлық сыр осы жерде ғой, осы ғашықтықсыз ешқандай сыр хақиқатқа жету мүмкіндігі жоқ нәрсе. Енді Құдай Тағала Құран-ы Кәрімде айтып отырға, «Ома халақтул джинна вал инса лиабудун» дейді. Енді мен жаратпадым дейді, жын балалар мен адам балаларын, мәгер жараттым дейді, өзіме ғибадат қылу үшін. Енді бүкіл мұфассирлер айги лиарифун дейді, өзіңді тану үшін дейді. Міне бұл ғибадаттың мақсаты не? Мақсат Құдайды тану. Мен де қараңыздар, біздің осы денеміздегі ең күшті денеміздің патшасы жүрек. Енді бұл 18 мың ғаламда осы аспан жердің арасындағы бұл жүрегі адам. Адам алейхиссалам мәселенки осы дене, мәселенки бір айна сияқты. Құдай Тағала ол денеге рух берді, айнаға жарқыраған нұр берді. Міне содан кейін бар бұл бүкіл жан жануардың ішінде ең құрметті, ең қасиеттісі болды.
Al endi sol adam balası Kudayın tanı üçün ол бүкіл жүректің дерттерінен, рухани дерттерінен айығу керек. Ой, рахмет. Ал енді рухани дерттен айықса сол кезде ғана Құдайдың мағрифаты ол жүрекке орналасады. Ал жүрек қай уақытта таза тұрады? Жүрек ой таза болғанда. Ал ой таза болу үшін ел тыныш болу керек. Bismillahirrahmanirrahim.